Сәлеметсіздер ме? Көбісі ойлайды Қытай тілін үйрену өте қиын деп. Бірақ біз бүгін осы стереотиптерді Қытай тілін 5 минутта үйренеміз сабағымызбен бұзайық. Бәрібір біз осы Қытай тілін 5 минутта жетіп меңгеріп аламыз деген сөз емес. Яғни осы 5 минут ішінде біз қарым-қатынас құру, өз ойымызды жақсы білдіре алуды үйренеміз. Бүгін біздің бірінші сабағымыз өзімізді таныстыру және өзгемен танысу. Бүгін бірінші сөзімізді үйренейік. Мен деген мағынаны береді. Мен айтқаннан кейін менімен қайталап отырыңыздар. Мен деген мағына. Сен деген мағынада ни. Сіз, яғни жасы бізден үлкен немесе мәртебесі жоғары кісілерге құрмет білдіріп айтатын сөз. Нин. Және сол үлкен кісілермен амандасқан кезде біз сәлеметсіз бе деп құрмет білдіріп амандасамыз. Ол нин хао. Егер өзіміздің құрдасымыз не жасы бізден кіші біреу болатын болса, біз амандасқанда ни хао. Яғни жай ғана сәлем деген мағынаны береді. Осы жерде біз Қытай тілінде екі иероглифті жеке-жеке аударсақ, онда бұл нинсіз, хао деген жақсы деген мағынаны береді. Бірақ екі сөз, екі иероглиф бірге келген кезде, ол сөз тіркесі болады да, басқа мағынаны беріп, сәлеметсіз бе айналады. Яғни ни хао жеке-жеке сен жақсы, бірақ бір тіркес болғанда сәлем деген мағына. Енді жау менің атым, менің есімім. Жау Дәулет, менің атым Дәулет. Нин хао сәлеметсіз бе? Жау Дәулет, менің атым Дәулет. Келесі сөзіміз мырза. Шен шың. Ханым деген мағына шао же. Мадам. Тай. Осы жердегі шао же мен тай-тайдың айырмашылығы, яғни ханым мен мадамның айырмашылығы, біз тұрмыс құрмаған бойжеткен қыздарға шао же деп оны шақырамыз. Мысалы, көшеде кетіп барады. Шао же, ханым, немесе біз қарындас деп шақырамыз, сол сияқты. Ал мадам, тай-тай деген ол тұрмыс құрған әйелдерге арналатын сөз. Қытай дәстүрі, мәдениеті бойынша олар танысатын адаммен бірінші оның тегін сұрайды. Содан кейін барып жауап беретін адам өзінің атын айта ма, айтпай ма, өзі еркінде. Ал қазақ дәстүрі бойынша біз сенің атың кім деп бірінші оның атын сұраймыз. Ал Қытай дәстүрінде сіздің тегіңіз кім? Яғни нин гуи xing. Шен шың, нин гуи xing. Мырза, сіздің тегіңіз кім? Немесе шао же, нин гуи xing. Ханым, сіздің тегіңіз кім? Енді осы сұрақтың жауабы менің тегім және менің есімім. Xing Жақсыбек, жау Дәулет. Менің тегім Жақсыбек, есімім Дәулет. Осы жердегі деген біз өттік, мен деген мағына, xing деген тек деген мағынаны береді, а жау деген жеке тұрған кезде ол жай айтылу деген мағынаны береді. Бірақ осы жерде тіркес болғандықтан бәрібірге есім деген мағынаны береді. Яғни маған біреу шен шың, нин гуи xing деп сұраса, мырза, сіздің тегіңіз кім? Мен жауап берген кезде xing Жақсыбек, жау Дәулет. Менің тегім Жақсыбек, атым Дәулет. Немесе біз сұраған кезде басынан бастап бір мысал келтірейік. Көшеде кетіп жатқан бір кісі нин хао, сәлеметсіз бе? Шао же, нин гуи xing. Ханым, сіздің есіміңіз кім? Танысқыңыз келсе, осылай сұрайсыз. Ол жауап ретінде егер Қытай кісі болса, өзінің тегін бірінші айтады, содан кейін есімін айта ма, айтпай ма, өз еркісінде. Ал біз қазақтар болғаннан кейін өзіміздің атымызды бірінші айтамыз. Сол сияқты. Ни гуи xing. Сенің тегің кім? Нин гуи xing. Сіздің тегіңіз кім? Осы мысалдарды өзіңіз бір қолданып, мысал келтіріп, сөйлеп көріңіз. Келесі сабақтарда кездескенше.